Дәнекер. Іште іркілген ойдың толғағы жетіп, дегбіріңді алғанда оны сыртқа шығару үшін тыңдар құлақ өзіңдей түсінбесе де, байыбына барып ұғынуға тырысар сана иесін іздейсің. Әзіретберген біраздан бері көңілінде шатқаяқтап жүйкесін жұлым-жұлым етуге айналған жан сырын мұқтажын кімге айтарын білмей, бір шама әуре болды. Күндіз-түні жадынан жарты елі ажырамай, санасына желімделіп қалған әлгі ой мазасын алып ақ бітті. Ол не де болса әр нәрседен хабары мол, қақ-соқпен ісі жоқ, көзін ашқалы аралас-құралас келе жатқан әрі қатары әрі ағайыны көршісі Қозыбақты әңгімеге тартуға тоқталды. Оның Қозыбақтан басқа ақылдасар тұсасы да жоқ емес. Бұл жайында олар әлі-ақ естиді де. Бірақ ойындағысын жөн жосығымен абыройға нұсқан келмейтіндей етіп талқылауды осы құрдасынан бастауы дұрыс көрген. Әзіретберген кеш түсе, жайылымнан келген уақ малды жайғап жүрген немерелеріне бас көз болғансыды да Қозыбақтікіне келді. Бұған дейін де бұл әңгімені Қозыбаққа айтпақ болып сан рет тоқталған. Алайда мұз үстінде тұрғандай тайғанақтап, кібіртіктеп бір шешімге келе қоймаған. Міне бүгін жүрек суын доғарып, ойындағысын ашық жеткізбек. Жаздың жылы маңдайды желпіген желтеңі кешінде Қозыбақ сиыр сауып отырған кемпірінің жанында таяғына сүйеніп тұр екен. Құрдасымен бір күннің ішінде бірнеше рет кездесіп, әңгіме дүкен құрысып, тонның ішкі бауындай араласып, құраласып жүрсе де, дәл бүгін Әзіретбергеннің Қозыбаққа тура қарауға батылы жетпеді. Көңіліндегі дітін айтар сәт туғанда, бір түрлі ыңғайсыз күй кешкен Әзіретберген оны шетке алып шықты. Қозеке, айтарымды айтып алсам да өзіңізден қысылыңқырап тұрмын. Қатар болсақ та бір-бірімізге қалжың айтып, қысыр сөзге бармаппыз. Өз ойыңызды білдіріңіз. Мен ғана шешетін іс емес, бір қауым елміз. Көмейден шыққан сөзді ел естімей тұрмайды. Басқа ағайындармен де ақылдасармыз. Ең алдымен сізбен ойласып алғанды жөн көрдім деген Әзіретберген бастапқы кібіртіктеуінен арылып, өзін еркін ұстады. Мұның ешқандай яты жоқ Әзеке. Маған салсан құба-құп. Қалт-құлт етіп кәрілікке жеңдіре қойған жоқсыз. Естіген жұрт естір. Өз басында болмаған соң күлер. Әжуалар, түйсігі барлар түсінер деп, Қозыбақ шақшасынан алақанынан насыбайын төкті де, қалтасынан мақталып оған насыбай түйіршіктерін орап, ерніне қыстырды. Айтпақшы, балаларыңыз не дейді? Оларға бұл жайында айттың ба? Жоқ, өзім қалай айтпақпын. Үлкен ұлым Темірбек түсінер, ал қалғандары келсе қоймас. Оларға бұл қадамның желіккеннің іс емес, мәжбүрліктен туындап отырған тіршіліктің әрекет екенін менен гөрі сіз түсіндірсеңіз дұрыстырақ болар еді. Жарайды, бұл жағын реттерміз. Ал енді көз тігіп сөз салмаққа ыңғайланып жүрген ұзын етектіден біреу-міреуіңіз бар ма? Мәселенің ең бастысы осы ғой деп, Қозыбақ жүзіне күлкі үйіре Әзіретбергенге қарады. Әзірге ауыл аймаққа жөні келіп тұрған ешкім жоқ. Мына көрші ауылдағы Нұрғабылдың қарындасына емеурін білдірсек қайтеді. Өзінің пұшпағы қанамай, ерден шығып ағасының үйінде отырғанына да біраз болыпты. Жасы 50-ден асып қалған деп естимін деді Қозыбақ. Гүлшаран айтып отырсын ғой. Иә, соның жөні келіңкірейді. Маған жасынан гөрі егделеу тартқаны дұрыс. 60-тың жетеуіне келген маған жас ес құшып, жігітшілік жасау не теңім. Әйтеуір белі бүгіліп, жүріп тұруы қиындағанда, құмғанымның суын жылтып, төсегімді қалыңдата салып, күтіміме жараса болғаны да, талайлар мен секілді кәрілік деген үңгірдің аузында тұрғанда, кемпірі қайтыс болған шалдарының өзіне серік іздеуін желіккендік алжығандық деп күстаналап жатады. Ал ар жағында басқасы жатқанмен жұмысы жоқ. Қозыбақ оның сөзін басын ези қоштады да, иә, жас кезімізде қариялардың құдай жанымды кемпірімнен бұрын ал, келінге етегімді аштыра көрме деп тілейтіндерін жиі еститінбіз. Енді бұл өзіміз айтатын болдық. Келін мен баланың күтімі кемпіріңдікінде қайдан болсын деді де, сіздің егдесінен гөрі жастауына ұрынғаныңыз дұрыс. Жасамысы ертең өзіңізбен бірдей ыңқылдап-сыңқылдап жүрсе қайтпексің. Әзірге қыз таңдауды қоя тұрып, балалардың келісімін алайық. Сосын елші ғой, бір теңіміз табылар деп, Әзіретберген кетуге ыңғайлана берді. Қозеке, балаларға құлақ қағыс ету сіздің еншіңізде. Оған алаңдамаңыз. Әлі де ақылдасармыз деп, тұстасын шығарып салды. Әзіретбергеннің 3 ұл, бір қызы бар. Кенже ұлынан басқасының бәрі аяқтандырып, көңілі жайлана бергенде кемпірі бұл дүниеден қайтып, пішаймен жеп қалғанды. 70-ке тақап қалғанда серігінен айырылған ақсақалдың кемпірін қара жердің қойнына бергеніне
1,5 жылға жуықтаған. Кемпірін жерлеген күннен бастап Әзіретберген жалғызсырап, 50 жыл отасқан серігінің орны ойсырап, үңірейіп қалғанын бірақ сезген. Кемпірі қыжымкүл өзімен түйеде жасты болатын. Байқұс сөзге сараң, томаға тұйық жан еді. Күйеуінің қас қабағына қарап, келін жұмсап отырса да шалының кір қоңын өзі жуып шайып, басқа күтімінде де барынша көңіл бөлетін. Аялы да үйреншікті алақанның жылуын аңсаған Әзіретберген қыжымкүлдей болмаса да, оның орнын жоқтатпауға тырысатын әйел затының қажеттігін түсінді. Қозыбаққа бүгін сыр беріп айтқан әңгімесінің төркіні осыған байланысты еді.